Оралхан бөкей, сайтан көпір, 3 бөлім. Алатайдағы қалың қарда қамалып жатқан жылқышыларға аттанған 2 жолаушы, бөлімші басқарушысы мен зоотехник әне құрық бойламайтын аппақ дарияны қақтылып жылжып келеді. Сонау құзар биіктен қарағанда да сырған бетімен жорғалаған қос қоңыз сынды қыбыр-қыбыр қараяды. Астындағы аттары әбден болдырған. Аман тақыбындағы баз айғырғаны өзінің еркек екенін есіне түскендей тусырып тұтасып жатқан қарды опыра орғып алады да танауын көріктей кере солықтап тұра қалады. Дегенмен осы мардымсыз жүрістің өзімен-ақ біраз жолды еңсеріп тастағанды. Түс ауа аспанда туырлықтаған бозамық бұлт ыдырап күннің көзі шыққан. Қыстың көзі қырауда аспандағы бұлттан кесіпір кетеді екен. Қазір қаз бауыр емес, түсін анықтап болмайтын сұрқай әлде мұнараңқайды. Күннің көзі көрінгенде алдарында сеңдей сіресіп жатқан қар айнадай жарқырап жанарды жалады. Күлкі тоқ пендегі тым әдемі көрініс ақ тер, қара тер болып жол салып жанталасқан 2 азаматтың ойы жалғыз қайткенде де Алатай қыстағына аман есен жету. Аздап демалайық аға, деді зоотехник жігіт. Менің атым болдырды, тіпті сіздің артыңыздан ерудің өзі қиындап барады. Аман тізгінін тежеді. Қараңыз аға, біз салған жол тың төсіне түскен алғашқы соқаныңыз секілді ғажап түп-түзу. Расында да ұқсайды екен. Аттан түсе тұрайық, бел талды ғой. Екеуі аттан түскенде бойлары қардан көрінбей қалды. Тепкілеп ұя жасап алды да шоқайып отырды. Ерік тонның қалтасын тінткілеп 2 шұқырт алып шықты. Ал ағасы обед жасайық деп бірін Аманға сұнған. Сілекейлері шұбыра малжаңдап құрт кемірді. Көліктері басқа ұрғандай сүмпиіп тырп етпестен тұр. Алатайға атпен жете алмаймыз, деді Аман аузында құртты сарт еткізіп бөліп. Бозайғырдың шыдайтын түрі жоқ. Сонда не істейміз? Көлікті осында қалдырып шаңғымен тартсақ қайтеді? Олай етуге де болмас. Екеуі де амал таусылғандай біраз үнсіз отырып қалды. Ақбас таулардан арқан бойғана көтерілген күн сол алып шоқылардың ар жағына сусып түсіп кетейін деп тұр. Суық, сонау беткейде қар жамылған самырсындар сап түзеп, серейіп қатып қалған секілді. Айналаны өлі тыныштық жайлаған, күн сәулесімен шағылысқан қар сынықтар ғана тіріліп кетердей күмістей жарқырайды. Сол қар астында жатқан қара жерден хабар жоқ, ол да марқұмданғандай. Аруаққа айналған дүлей дүниені беліншесінен кешкен қос жолаушы жемтігіздеп, аппақ ұнның ішіне ұрылданып енген қара тышқан секілдеді. Баяғыда сіздің әкеңіз көшкінге кеткен, сайтан көпірге де жете алмадық-ау, деді Ерік. Қайтыс сөйт? Осыдан төте тартсақ тым алыс емес, біз сәл бұрыс құлдырап барамыз. Бетон көпірден өтпесек, сайтан көпір атты кісіні көтер алмайды. Сідіріне әлініп әрең тұр. Сол атақты сайтан көпірді көре алмай-ақ қойдым. Көрмей-ақ қой, деп күрсінді Аман. Неге? Қызық қой. Несі қызық дейсің, шырақ? Бірақ әкем айтып отырушы еді, деді көк тіреген шыңға қарап, әлдене есіне түскендей. Жүзінде кешегідей лапылдап тұрған от жоқ, бүгінде мезгілсіз сөнген өзгеше жуас мұң бар. Әркімнің алдында түптің түбінде өтпей қоймайтын сайтан көпірі бар. Тек қорықпағандар ғана арғы жағалауға шығып мақсатына жетпек. Мен сол көпірден дұрыс өте алмадым. Сонсоң әркімнің бойында бір сайтан бар дейтін көріп отырғандай сеніммен. Бұл жалғанда күнә жасай берсе, сол иығында қонып отырған сайтан оң иығындағы періштен жеңетте, күндердің күні болғанда әлгі адамды бүтіндей жынға айналдырады. Күнәпарлықтың басы осылай басталмақ. Бұл өмірде сайтан адамдар көп, тек олардың жасаған жамандығы көзге көрінбейді. Әлемді бүлдіріп былғайтындар да солар. Бұл өзіңіз осыған сенесіз бе, деп тақуалады Ерік. Білмеймін, деді Аман қалтасынан шылым алып тұтатып. Бәлкім әкемнің мезгегені жер бетіндегі жамандық пен жақсылық ұғымдар шығар. Өмір болған соң ойы мен қыры кем кетігі болмай тұра ма? Ақ пен қараның жоғалмайтын секілді жақсы мен жаман да тепе-тең мәңгілік секілді. Мәңгілік дедіңіз-ау, Ерік қарсысында жүрелеп отырған бөлімше басқарушысына жаңа көргендей тесіле қарады. Шаршанға тартқан беті суық сорғанда жезденіп кетеді екен. Қимылсыз ағаштан жонып жасағандай қатып қалған. Дегенмен әкесіне тартқан қайратты адам деп ойлады ішінен. Бұл кісімен қызмет істескеніне 1,5 жылдай болды. Ашу шақырып айғайлаған кезін көрген жоқ. Сабырлы да салмақты қалпынан өзгермейді. Осы бір салқын қанды, байсалды мінез бұлардың тұқымында бар секілді. Қарындасы Мәликаның аумай ағасына тартқанын қазір ғана аңғарып, өзінің алғашқы кездегі оспадарлығына өкінгенді.
Ақсүйек тектілік, зерделі көшпелілік, оқуы аз бірақ тоқуы мол ауыл адамдарына да жеткілікті ау. Қызық, кеше неге мінез көрсетті? Мен түнде артық кеткен екем. Бір ойдан сендердікі де жөн. Адамның жаны сыңсыған қалың орман сынды, айыпқа бұйырмаңыз. Дұрыс ұғуым керек еді, деді басқарушы биялаймен қарсызып. Әкем айтушы еді, ұлым жалғанда дауыс көтерме, бақырып бастық болмайды. Сол айғайдан туған жаңғырықтың құрбаны менімен бітсін деп. Сол әке аманатын бұзғандай өзімді өзім жеп келем. Рахмет сізге. Қызуқандылықпен айтқан сөзім үшін де мен де кешірім сұрайым. Рас бұрын ондай мінезіңізді байқамап ем. Бәрі де шаруаның қамы ғой. Мен зіл сақтамайтын жігітпін аға. Кейде бір осы күнгі жастардың еркелігін көтермей қалатындарыңыз бар. Осы күнгі жастар аға сайтан көпірден өтпесе де жын періге айнала қойған жоқ. Жаңғырыққа сенбейді де жасымайды. Айғайдың дәурені қош-қошын айтқан. Қазір ақылдың дәуірі. Айғайдың ең соңғы құрбан мен болайын деп аспан атамыз бекер айтпаған ау. Аман жас жігіттің аяз жалаған дидарынан уыздай пәктік, өжеттікті аңғарды. Әппақ қардай тазалық, осы тазалықты ластайтын бәлкім біздер шығармыз. Кешірім сұрағаным қандай жөн болған? Бүлдіре жаздаппын деп оның ойын тағы да зоотехниктің қоңыр үні бөлді. Мен осы сіз басқарған ауылға сонау оңтүстіктен келгеніме көп уақыт болған жоқ. Елдің тарихынан тіпті мінез құлқынан хабармас. Естуімше аспан атамыз сайтан көпірден өте бергенде әлдегі мәдейі айғайлап қар көшкінін құлатқан дейді. Ол кім? Білмейсіз бе? Білмеймін, деді Аман алысқа. Қар басқан олар тауларға бұғыша маңқая қарап, әлпетін қанша өзгертпегенмен жанын от қамшымен осып өткендей лапылдаған ышқыныс бар еді. Сол ышқынысын жасқана жасырғаны байқалады. Бұл сұрағымның орынсыз екені рас аға. Дегенмен шындықтың бетіне тура қарағанды ұнатамда. Сіз білесіз кім екен, бірақ өмір бақиды айтпайсыз. Соңымнан түсіп пәлеге шұрармын деп қорқақтайсыз. Міне біздерді кейінгі ұрпақты қинайтында осы жұмбағы шешілмей бара жатқан шындықтарыңыз. Тарихта біз білмейтін, бізге көрсетпейтін көп-көп астарлы сырлар бар. Оны ешқашан да ашпайды. Жабулы қазан жабуымен тастағысы келеді. Сөйте тұра жастарды адалдыққа тәрбиелегісі келеді. Өйтіп алдап тәрбиелегеннің арба үйреткеннен қандай айырмашылығы бар аға? Осыншалықты тақуа, білгіш болып туармысыңдар? Әй, соғыстан соңғы ұрпақтар-ай, деді Арман. Өйткеніміз айғайға емес, ақылға сүйенеміз, деді Ерік өшіңкіреп қалған темекісін қайта тұтатып. Менің естуімше аспан атамызды емес, сол кісі алдына салып айдап келе жатқан 50 жабағы тайды көшкінге кетірмек болған. Совхоздың өтірік мәліметтегі жем шөбі тақа таусылған соң Алатайдағы қыстақтан етекке түсір деп әмір берген. Ал ауылдың да мал азығына қарқ болып тұрғаны шамалайды. Сонда 50 тұяқ жабағы тай қайда апарса да бәрібір арам қатпай ма? Одан да көшкінге кетіп өлсе табиғат апаты үшін ешкімді де жазаға тартпайды. Құда да тыныш, құдағай да тыныш. Міне осы себептен де айғайды әдейі ұйымдастырған. Айғайдан тау жаңғырыққан, жаңғырықтан қар сусыған өкініштеріне орай тайлар аман қалып, сіздің әкеңіз екі аяғынан айырылған. Ой, інішек-ай, ол нетіп? Жаңғырығы және кімнің айғай екенін ит біле ме? Аман шыдай алмай орнынан қарғып тұрып кетті. Оқыс қимылдан үсті басына қырау қатқан аттар селк етіп бастарын кегжең еткізді. Кімдік болса да айғайдың артында адам бар ғой. Болсын делік. Одан бері 30 жыл өтті ғой. Жоқ, әкемнің мүгедектігін тек табиғи апаттан көрем. Ал мен әлемнен көрем. Ендеше мен сені ұға алмадым, інішек. Атқа қонайық. Қамдана бастады. Атқа қонбас бұрын ойладым алайық. Тағандай ой аяқ астынан келе қалған. Хайуанның да жаны бар. Кешеден бері аш әрі болдырды. Әйтеуір қар бұздыратын болған соң өзіміз шаңғымен жүріп жаяу жетелейік. Мұның енді дұрыс. Қанжығадағы шаңғыларды шешіп аяқтарына киді. Әлкөнің де істемейтін жоқ, деді Ерік. Сіздің аяғыңыздағы соның сырғымасы емес пе? Басын тесіп жіп тағып қойған нес? Өй, оның да әдісі бар. Табанына құлынның терісін қаптаған шаңғы омбы қарға батып кеткеніңде қайтадан суырып шығару үшін зор күш керек. Кісіні тез шаршатады. Ал бас жіп байлап алсаң, қолмен іліп тартып, өз аяғыңа өзің көмектесіп отырасың. Міне былай деп, Аман боз айғырды жетегіне алды да жорта жөнелді. Қарға батыңқырап қалған шаңғыны мұрындық жіптен тартып суырып алады. Керемет екен, деді Ерік мәз болып. Бұл бір таптырмайтын әдіс екен. Өзде атын жетектеп, қар мұхитын қақ жарып бара жатқан басқарушының соңынан ерді. Қыстың қысқа күні таудың қалқасына құлдилап барады. Ауада ызғары бар. Олар осылайша көліктерін бос жетелеп жолдың біразын еңсеріп тастады.
жүрістері бәрібір маңдыған жоқ. Қас қарайып, қара шашын жайып түңгілгенде қар бұзған жылқылар әбден болдырды. Барлық ауыртпалық боз айғырға түсіп, қанша қасарысса да сыр берді хайуан. Қос танауы пырылдап, орғып алады да басын кеңжең еткізіп тұра қалады. Аман айғырға бір-екі рет қамшы жұмсап та жіберді. Алғашында ондай қорлықты бұрын көрмеген жануар шамданғандай апыр-топыр бастырмалатып, есін басып кетердей омыраулаған, енді сойылдасаң да селт етпейтін жабылыққа көшті. Айғыр зорықты деді Аман аялдап. Байғұс қызылмай болды ғой деймін. Бұдан арғы шамасы жоқ. Ұрғылай берсем малды қойып адамды зорғат, енді не істейміз аға? Білмеймін, екеуі де ентіге дем алып, қар үстіне отыра кетті. Екі бүйірі тынымсыз солықтаған көліктердің үсті басы көбік, танаулар көрк секілді. Айсыз түн албастадай басып жатыр. Адамды жындандырып жіберетін тас керең тыныштық орнаған. Жол тым-тым қиялап кетті, жүріске ауыр. Сен осында аттардың қасында қал, мен Алатайға шаңғымен аттанайын. Аман есен жетсем, ондағы жігіттермен қарсыдан қар бұзып қайта оралармын. Оған дейін бойында жаны болса, соңымыздан әлкөлер де келіп қалар, бір түн шыдасақ. Неге мен қалып, сіз баруыңыз керек деп сөзім бөлді Ерік. Мен жеңілірекпін ғой. Бәрібір шаңғымен мендей сырғай алмайсың. Жердің ығын таудың сырына бала жастан үйренгім. Мен бұған келіспеймін деп кесіп айтты. Жеребе тастайық. Бұл сапар менікі бала ашуға көнбейді. Егер жалғыз қалуға қорқатын болсаң, онда расыңды айт. Аттарды Тәңірге тапсырамыз да бірге жүреміз. Сынамайтын кезде сынайсыз ау. Қал десеңіз қалайын. Биыл Алатайда ит құс көп. Қысқа түскен жылы қасқырдан құтырып кететін әдеті. Мылтық сенде қалсын. Сіз қайтесіз аға? Көк жолдармен бокстасасыз ба? Ит құс жаяу жолаушыдан гөрі малға өз. Сөз жоқ, сені торғылдайды. Ал мұндай қарғалың қыста қасекеңдер үйірмен жүреді. Осы маңдағы барлық қисық ауыздар саған шабуылдар рас. Әлкөнің қос ауыз мылтығын тұрғанда төрт аяқты аңды қойып, екі аяқты жау қалдырмассың. Қалың қардан сауырлар ғана көрініп тұрған жылқылар ішін тартты. Таңнан бері әппақ болып сірескен қар мұхиттың бетінен атыз тартып, ақ тер, қара тер болған жануарлар жалғыз сәттік тыныштыққа тықыршымай сұлық тұр. Алдынан аю келсе де қозғалуға дәрмендер жоқ. Қардан үйшік жасып ал деді Аман тас түйін дайындалып. Өлсеңде ояу, ұйықтай көрме жарқыным. Мені уайымдамаңыз аға. Өзіңіз сақ болыңыз. Қозғалыс дегеніміз өмір депті Вольтер дейтін ақсақал. Ал қоштасалық онда. Жанында қар кешіп тұрған жас жігітті қапсырақ құшақтады. Көрісуге жазсын інім. Көңілімді босата бермеңіз аға, әйтпесе мен жылайым. Жылайтын күнің қашпас, мықты бол. Мен саған сенем. Осы шақта шөгіп жатқан сансыз түйілер іспетті, ирек-ирек тауышынан жарықтық айдың шеті қылдейді. Әлгі аңырана туып келе жатқан айға сол иығын бере жолға шыққан Аман тура бағыттан тайып, сәл оңға қиястарды. Аға деп соңынан айғай салды Ерік. Даусы жаны ұшыра қорқынышты шықты. Бұрыс кетіп барасыз ғой. Бұрыс емес інішек, нағыз дұрыс бағыт осы. Жол қысқарту үшін төтелей тарттым. Не бақ, не сор. Сайтан көпірден өтесіз бе? Таңғалас тұрады. Я Сайтан көпір арқылы өтем Алатайға. Қорықпайсыз ба? Құдай өзі берген жанды өз алатты. Әйдеу түбі бір өтетін көпірім. Ерте кеш бар ма? Есен бол. Аман аға, сәл аялдай тұрыңызшы деді зоотехник. Айтатын бір сөзім бар еді. Сіз білесіз бе, әр адамның ішінде біз ести бермейтін үні болады. Ол үн ішкі сырынан өрбіп тарайды. Егер аша бермейтін, айтуға болмайтын жүрек сырына, сана сарайына әркім келіп қолсыға берсе, ол үн жан айғайына айналады. Қазақтың жан дауы шықты ғой байғұстың дейтінде содан болар. Ал жай айғайын шығаратында сыртқа айғай, сіздің әкеңіз сол айғайдың құрбаны. Жас жігіт көзі жасаурап сонау қар жамылған жақпар тасты алып тауларға қарады. Жүзінде мұң бар. Әлденеге өкпілі, әлденеден көңілі қалғандай жуаста момақан. Әнешегінің ойлы дидары, ақылды сөзі Аманды да алысқа, қиялдың ба, қиналудың ба, шексіз де шетсіз арман алысқа жетелеп кетіп еді. Бұған дейінгі жастар жайлы шұқарлау түйген пікіріне ол өзгеріс туғызған мынау зоотехник жігітке зерделі зейінмен қарағыштай берді. Өзін одан әлдеқайда әлсіз, әлдеқайда білімсіз сезінді, бірақ әсте шошынған жоқ, таңырқай сүйсіне зер салды. Тегінде ел билігін, халық тағдырын осындай білікті жастарға тапсыратын уақыт туған екен. Егер қазірден бастап етегінен тартып тау жайына жармаса берсек, өз-өзінен мүжіліп, екі жастың біріне келмей шау тартар, өзін-өзі өшіріп шаршап қалар. Содан соң шарға ұстаған балтайдық, шабуын таппай қор болдық деп түңіліп кетуі де мүмкін ау. Бұлар қазір нағыз орда бұзар, ор теке жаста ғой. Аман аға,
деген дауыстан жайлаңқырап кеткен ойын жейді. Ау нішік, менің айтайын дегенім айтпағым егер сайтан көпірден зәуде айғай шықса, менің дауысыма жорай көрмеңіз. Құдай сақтасын, оны дегенің жарығым. Өйткені бұл тауда әзірше сіз бен біз ғана бармыз. Сондықтан да менен көруіңіз заңды. Логикалық жағынан лажсыз есіңізге түсем. Ал артыңыздан қуа беріп айғайлайтын анаулар болса, олар шыбын жаным бойымда тұрғанда бұл жерден аттап баса алмайды. Қасық қаным қалғанша айқасарым, бірақ жібермеспін. Артыңызға қалдырған тілекшіңіз ғана емес, қорғаушыңыз да деп біліңіз. Сіз аға ұлы жорыққа аттандыңыз, бейне бір майдандағыдай. Мен сіздің ту сыртыңыздан атылар оқтан бүгінше айтсақ, айғайдан қорғауға қалдым. Алаңсыз болыңыз. Жау алдыңыздан шықпаса соңыңызда жоқ. Ең соңғы айтарым. Қазір сіздің бойыңызды ептеп үрейлер елесі билеп жүр. Арылыңыз одан, әйтпесе сайтан көпірден өте бере жаны ұшырып өзіңіздің ішкі меніңіз шыңғырып жіберу әбден мүмкін. Ондай қысыл-таяң шақта тек қана әкеңізге сиынғаныңыз жөн едім. О жағына қам жемені шек, өзіңде сақ бол. Сенен гөрі ит көйлекті бұрын создырдым ғой. Білімім кем болғанымен қыл көпірден қисаймай өтуді білемін. Екеуді арбасқандай жоқ болмаса бірін-бірін жаңа, осы әзірде көріп тұрғандай ұзаққа қарасты. Екеуі де арбасқандай жоқ болмаса бір-бірін жаңа осы әзірде көріп тұрғандай ұзақ қарасты. 1000 жылдан бері сарыла іздеп, зар жұта сағынған дала саңғылақтары енді ғана жолығып қайтадан жоғалтарын сезген жүректің аласұра сазуы сынды қимас минуттарды кешті бастарынан. Олар екеу тіпті арғы дүниеде ғажайыппен ұшырасқан аруақтардың адам айтса наңғысыз жұмбақты әрі ертекті таң ғажайып тамашасына бөленді. Өңдерме түстерме білмейді, мәңгілікке қайтып оралмас шексіздікке сіңіп бара жатты. Шексіздікке, мәңгілікке. Ай нұрына шомылып қар бетінде қараңдап бара жатқан ағасының артынан бір нүктеге айналып, көзден таса болғанша ұзақ қарап шығарып салды. Аман аттанып кеткен соң өз-өзінен құлазып, нағыз жетімдікті бастан кешкендей болды. Әппақ қардың арасына сіңіп, бірте-бірте ұзап, көзден тасаланған бейнені ол ең соңғы сапарға шығарып салғандай көңілінде күдіктің жоғы жылдырады. Алғаш осы еңбек ауылына жолдама алғанда құмды далада өскен жігіт Алтайдың сұлу табиғатына қызыққан. Мойынқұмның сексеуілі сексеген қуаң даласы, қапырық ыстығы, не ішіп не жесең де қытырлап аузыңды тұрар құмынан жалыққан. Енді міне анау ақ кебінің айғыра жамылып, жансызданып жатқан алып тауларға сұп-суық жанарын сала қарап, сол аңызақ шалған ақ шаңқан мойынқұмын сағынады. Көзіңнен аққан жасқа дейін бетіңде мұз моншақтана қатып қалар, Алтайдың ақырған аязында тұтқын болып, тісіңе тимей сақылдап тоңып отырғаныңда арманың да азып, жүрегіңмен қан тамырың суына бастайды екен. Мұздан жабу жамылған қос жылқы бір-біріне бас түйістіре сүлпейіп тұр. Байғұс жаурайды білем, буындар дір-дір етіп, оқта текте ішін тартады. Ерік бұлайша ой теңізіне сүңгіп отыра берсе, серейіп қатып қалар, енді ғана есіне түскендей орнынан қарғып тұрып, аяғымен тепкілеп аршып қардан үңгір жасай бастады. Қатты қимылдағаны соншама өне бойы жіпсіп терлеп, екі беті қызара қызынып шыға келді. Ол ет қызу мен жылқыларға да тебін ашып тастайды. Қар көрпенің астында жатқан таудың күреңсесі күлтелене көрінгенде бағанадан бері басқа ұрғандай сүмірейіп тұрған айғыр мен азбан құлағын тігіп, көздері жаудырап қарайған жерге ұмтылған. Аяқ астынан ермек тапқанына ерік те аса қуанған еді. Апанғазған қасқырдай қарбалас қимылмен 1 сағаттай жұмыс жасады. Ашылған жерге тас кенедей қадалған жылқылар құр бекерге тоңып, нейбетке тұрғанына өкінгендей болат тұяқтармен өздері теуіп, үкідей үлпілдеген күреңсені күрт-күрт шайнай бастаған. Тот басып тоқтап қалған тіршілік сағаты қайтадан іске қосылып, сартылдап соғадай. Ерік айғырдың ерін алып, тоқымын төсен жасатты, ішпегін салып, қайтадан ерттеп қойды. Бұл шақта әбден қас қарайып, Алатайдың түйе өркі шыңдарынан бұп-буазай самғай көтерілген. Ол темекінің зарын енді ғана тартты. Былтырдан бері тиіп қашып сорғаны болмаса, жан қалтасына салып шегетіндей әуестікке бармаған. Тек жандағы адам сораптап отырғанда шыдай алмай саусағын үйкелеп, біреуін берші, әкемнің түтінін мен де шығарайын деп қалжыңдайтын. Аман ағасынан шылым сұрап алып қалмағанын өкінді. Бойын ұйқы қысқан соң мұрнынан аңылдап әлдебір әннің әуенін айтқан болып еді, құрғырдың сөзі есіне түспеді. Ол жаңадан шығып жаңаша айтылатын әндердің бірде-біреуінің сөзін білмейтін. Қанша жаттап алайын-ақ деп қайта-қайта пысықтаса да ұмытып қала беретін. Содан соң амал жоқ халық әніне басатын.
Алматының мал дәрігерлік институтында жүргенде көркемөнерпаздар үйірмесіне қатысқаны бар. Алдымен әнге бұдан түк шықпайтын болған соң домбырашылар тобына қосылған. Адамның қысылған, қиналған сәттерінде дүниеден ең жақсы көретін адамы көз алдына келіп, дүниеде ең жақсы көретін әні есіне түсетіні несі екен? Еріктің де көңіл сарайында алтын әріппен ойылып жазылған өз әні бар. Өз әні дегенде жадынан шығарған жеке меншік емес, жүрегін сазға бөлейтін өмірдің жібек жібіне айналған халықтың әні. Иә, әркімнің өз әні бар. Санасына титімдей ғана ән құс қонып құйрығы шошаңдап сайрай бастады. Сезім пернесіне қонған бейне бір ноталар секілді әуен торғайларын үркіткен алыстан тар өзеннің бір тұсынан ұлыған қасқырдың үні болды. Омбығарды омбылап тебінген жылқылар бастарын селк еткізе көтеріп, жанарлары тас төбесіне шыға осқырынды. Ерік орнынан шапшаң тұрып, шылбырға жабысқан. Бұнысы ежелгі әдет қой, әйтпесе дәл қазір көлік қашып кетер жағдай емес. Киіздей тұтасқан қар мұхитын жарар қауқар қайда? Қасқыр жалғыз-ақ рет ұлыда өңірде өлі тыныштық жусады. Жігіт тоқымның үстіне қайтадан жайғасты. Маған ештеңе қорқыныш емес ау, қос ауыз мылтығым бар. Аман ағамның хәлі не болар екен? Ондай адал адамдар өмірімізге керек-ақ. Ай, керек-ақ. Алтайға алғаш келгенінде қоңыр күздің тамылжыған маужыраңқы шағы еді. Мұндағы күз ешқай жерге құсамайды екен, өзінің туған даласы, мойынқұмды табиғаттың ал жасыл шаға тым-тым келте болатын. Көктем ерте шығып, тамыз тумай-ақ күз түсіреді. Тіпті сол күздің нағыз келбетін аңғарған емес, қуаң тартқан сахараның бос шағалдардың секстеулі тынымсыз соққан желден бәлде әуе айналып жерге түсер, қыстықтан ба әйтеуір шаңдақ бейнемен алғашқы түсер қырбаққа дейін бір өңін, бір түсін сақтап баратында селт етпестен томаға тұйық жатыр еді. Ол жақта қар жұқа жауып, төрт түлік мал қыс бойы өріске шығарылатын. Сол құмды өңірдің сипаты, өзгеше мінезі адамдарды да бейқамдыққа, аңғайда ылғи табиғат ананың жомарттығына, ек сүйеуге бейімдеп жіберетін. Әлесінде сонау жылы ойламаған жерден тізеден қар жауып, тебінге сеніп, жем шөпті аз дайындайтын біраз шаруашылықтың қой жұтап қалғанды. Ал мұнда олай емес, совхозды былай қойғанда, әрі өз малына ала жаздай жанталасып, мая-мая шөп дайындайды. Ол науқанға еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін білек сыбана кіріседі. Атшалын тартып мінген баланың өзіне шақ тартпасы бар. Қалың шалғынды жапыра шауып бара жатқан көргенде, өмір бақида қолына шалғы ұстап көрмеген, ерік жерге кірердей болып ұялып еді. Жарықтық. Алтай қаншалықты сұлу болса, соншалықты қатал екен. Тіршілікке ауыр, қызықтауға тамаша. Бұл жақтың күзі де қызық. Ағаштардың жапырағы әр түрлі. Бірі сары, енді бірі қоңыр, тағы біреуі қызарып тұрады да, жалғызақ күнде сау етіп түсіп қалады екен. Анда-санда Алтайдың жылы желі соғады. Сол желді бүкіл жан-жаны бар адамзат бәр-бәр сағына күтеді. Алтайдың басына қар боратып жел соққан күні май тоңғысыз жылы болады. Ойдағы қарды шұрап малға тебін ашады. Тәкаппар Алтайдың осындай қатал да қайырымды мінезі ғасырлар бойы мекен еткен адамдарға жұққан сынды. Тау қазақтары ешкімге жағымсынып, жең ұшынан қол жалғап, қолық сауға қадеттенбеген. Әрқайсысы жыланның баласы іспетті, өз күнін өзі көруге әдеттенген. Ағалап, жағалап, жан сақтаудың көрі білектің күші, найзаның ұшына сенетін бір беткей, атасы болса да айыбын бетке айтатын өр кеуделеу, бұғылар секілді тағылаума қалай. Орынсыз қазақшылығы, ашып қалсаң ар жағынан мүңкіп шығатын жымсымалығы жоқ, шаруасынан басқа дүние баққа шатаса бермейтін қызық кісілер. Ағайының айтқанына елікпейді, қарға тамырлы қазақылықты ерте жоғалтқан өзгеше жат, ерекше суық бір-біріне. Ерік осына мінез құлыққа көпке дейін көндік алмай жүрді. Бағамдаса жер бетіндегі әр адамның мінез құлқы сол өздері туып өскен табиғатқа аса тартады екен. Айталық Алтайдың жері таулы тасты, орман тоғайлы, көсіліп көкжиекке сіңіп жатар кеңістік жоқ, ал адамдарды да жарым сөзді басынан асырмайтын морг па деп ойлаған. Әйтеуір ертеңде күн бар деп ерігіп жүрген кісіні көрген емес. Орталықтан тым шалғайда, республиканың ең шығысына орналасқан Еңбек ауылынан ары қазақ елінің жері жоқ, бөтен ел, өзге жұрт. Темір жолдан 500 шақырым түкпірде жатқан ауылға әсіресе қыс кезінде қатына өте қиын екен. Ерік осында келген 2 жылдың ішінде туған жеріне бірде-бір рет барған емес. Тек хат арқылы ғана хабарласып тұрады. Тіпті хаттың өзі самолет айлап ұшпай кешігіп келетін. Өз үйім өлең төсегім деп сан рет қайтып кетуге оқталған, бірақ осынау Алтайдың қойнауында жатқан жұмбақ жандарды қимап еді.
Жаз жайлауда отырған малшыларды аралап табиғаттың таңғажайып көркіне сүйсінген сайын, осы жақты мүлдем мекендеп қалуға белді бекем буатын да қылышын сүйретіп қыс келгенде кетсем деген желік қайтадан ұялайтын көкейін. Міне қазірде құм шағалдарды сыңсыда ән салып жататын мойын құмын сағындай. Анада бір қойшы айтып еді, жылы жаққа үйренген құссың ғой, біздің 40 градусқа жетер суығымыз бен аттың таңбалығынан жауатын қарға көндік алмайтын шығарсың шырағым. Есің барда еліңді тапқаның жөн, Алтайдың жері көркем, елі кедей, осындағы жұрттың мықтымыз дегенін бір жылқы, екі сиыр 10 шақты қой ғана бір. Сендердегі секілді құмның арасына жүздеп айдап тастап, байлыққа балықтай жүзіп жүрген жоқ. Алдай да алмайтын, алдына да алмайтын Алтай қазақтары оқ жыланның баласы секілді. Туа сала батырап, жан-жаққа қашып, өз күнін өзі көреді. Біріксе бірін-бірі жеп қояды, ал есейіп етейіп алған соң бір-біріне қайта тауып, моп-момақан болып ордаланып жатады. Ешкімді шақпайды, егер бөтеннен біреу-міреу бекер соқтықса аямайды. Сол орынсыз тиіскен кісіні қуып жүріп уын салып өлтіреді. Ендеше сақ бол, жазықсыз жандардың жанын жаралама. Егер осында түпкілікті тамыр жайым десең, топырағы торқалы 10 жылдықты беске бітіріп, сақман болып жүрген көз қыздың маңдайынан шертіп таңдап жарайды. Сенен ешкім қалың мал сұрамайды. Алтайдың қыздары теңін тауып тұрмыс құра береді. Оны өзің де байқап жүрсің. Сонау Өзбекстаннан келіп әкетіп жатыр ғой. Алтайдың жеріне өзге ағаштың өсу қиын екенінде жадыңда ұста шырақ. Мұнда қаталдық пен суыққа шыдамды, қайратты да қайырымды ағаштар ғана өсе алады. Енді ойлап отырса, қойшы шалбар шындығын бүкпесіз әрі әңгімесін үйінің оң жағында отырған өз қызының көзінше ашық айтқан. Ар жағында менің қызыма құда түс деген емеурін барау деп бекер сезіктеніпті. Жоқ, олай емес, шалдың көшелі сөзін ұшқары қыпты. Қойшы қызын мүлдем саудаламаған, бойжеткен өткен күзде көрші ауылға күйеуге тиіп кетті. Әдемі еді, сан соғып өкініп қалды. Өңкей бір аққұба азанда жауған ақшақар секілді сұлу қыздардан көз сүрінеді, әсіресе анау әлгі кітапханаш. Көктем қай-қай жерде де қарбалас шақ қой, бұл жақтың жазғы тұрымы алда сақтасын тым өрескел екен. Қой төлдеген уақытта мұқым ауыл маңырап, қозыға айналып кетеді. Жылы жақтағыдай қой қырда төлдеп, қозыларын аяқтандырып, кешке өрістен өзгелетін жайбарақаттық жоқ. Қыстай қорада қамалып, қалың қардың шеті пұшпақтан айырып, жердің көбесі сөгілгенде қарындары жер сызған, құйымшағы сорайған, буаз саулықтар қырға шығарылатын. Жердің сызы кеппей жатып, жаппай төлдеу басталатын. Міне, осы шақта еңбек ауылының қыз-келіншектері мектеп оқушыларына дейін төл алуы науқанына жұмылдырылады. Таудың бөктер-бөктерінде қолтығына қос-қостап ұзын сирақ тақыр қозыларды қыстырған қыз-келіншектер шай-шай қойым, шая қойым деп өріп кетереді. Қалталары толған қызыл ала, көк ала, сарала, қиқым шүберек. Сол шүберекті әуелі енесіне, содан соң қозысына байлап адасып қалмас үшін белгі тағады. Қайда қарасаң да қойдың бауырына жабысып қозы еміздіріп отырған қыздарды көресің. Үсті бастарына тоңқақ жабысқан саталақ қыздарды жанына келіп өзіңе жалт қараған жүзінен үңілгенде ғана әлемдегі ең сұлуды көріп, әрі таң қаласың, әрі қабырған қайысып аяйсың. Амалың қайсы осындай жанылып жан берген қауырт науқанда ерік бөлімші басқарушысы Аманның тапсыруымен ауылды кітапхана меңгерушісін Сақманға жұмсауға барды. Осында келгел бұл үйге басын сұққаны осытын. Естік айғар ашып, кіріп барғанда қыз теріс қарап, жаңадан түскен кітаптарды текшелеп тұр екен. Есенсіз бе деген сәлеміне бетін бұрмастан. Есенбіз деп жауап берді. Сіз Сақманға жұмсағалы келдім. Қай қораға деді қыз сол теріс қараған қалып. Құмардың қорасына. Жарайды, былтырда сонда барғам. Бүгін киім кешегімді дайындап, ақырғы рет моншаға түсіп, ертең барармын. Ендеше жақсы деп шығып кеткен. Тым болмағанда жүзінде көрсетпеді-ау, жүдә, қандай қияңқы қыз екенсің деп ғайбаттады. Төл алу науқанның барысын тексеріп, әр отарды аралап келе жатқанда бұтаның түбінде жүніне қызыл мата таққан қойға сирағына қызыл жіп байлаған қозыны гөй-гөй түбә-түбәні зарлана айтып, теліп отырған қызға жолықты. Жанына келген зоотехникті байқаған жоқ. Сай-сүйегіңді сырқыратар дауыспен емінене берілген соншама ерік аттан түсіп, арт жағынан есенсіз бе деп амандасқанды естімегенді. Қыздың үні өзгеше мұңды, өзегіңді өртер арманға, аса мейірімге толы аналық әлдиге айналғандай, сойталдай жігіт қарап тұрып жылағысы келді. Сақманшы орнынан тұрып, деп белін жазып артына жалт қарағанша мазаламаған.
Сіз екенсің ғой деді, немқұрайды ғана. Иә, менмін. Қашан келгеніңізді байқамаппын-ау. Мына бір мәліш өз қағынан өзі жеріп, қағынып тұрғаны, қарақат көзі жаудырай ерікке ұяң қарады. Мысық әкеліп алдына тастасаңыз, қозысын бас салады деп білгісінген. Өйтіп алдырған қой қозысын жарытпайды деді қыз. Онда жеңілдім, танай алмай сізді, мен де жатырқап тұрмын, қарындас. Қыз майда жымайды. Бетіндегі шұңқыр жазылған соң, онда сіздің алдыңызға ит әкеліп тастау керек екен, таныр ма едіңіз? Мен кітапханашымын. Жүзіңізді көрмеген соң шырамат алмағанымда. Есіміңіз кім, қарындас? Қыз тағы да күлімсіреді. Сіз біздің жақтың жігіт емес екенсіз деді, тіке қарап. Апырау, не деген сұлу еді деп жұтына қараған ерік. Оны қайдан білдіңіз, қарындас деп қайра сауал қойды. Біздің жақтың жігіттері қыздарды қарындас деп айтпайды. Өзінің туған қарындасын ғана солай атайды. Білгіңіз келсе, қойныңыздағы кінеген ақтарыңыз. Құмардың қорасында кімдердің сақманшы екенін түгел жазулы шығар. Ол рас деді, күмілжіп қалған зоотехник. Содан соң қалтасына қол салып екі бүктелген дәптерін суырды да ақтарып қарай бастады. Тәк, құмардың отары, мынау емес, тағы тым... Тәк, кітапханашы, Мәлике, Тәңірова Аспан қызы. Өй, сіз бастықтың қарындасы болып шықтыңыз ғой деп басын көтергенде қыз орнында жоқ, әлдеқашан кетіп қалған екен. Жерген қойды алдына салып айдап қозыны құшақтап алған Мәлике әне қораға қарай аяңдап барады. Қарындас, ау қарындас, өлә, мұныңыз не? Дауыстап еді, қыз артына қайрылмады. Әй, бұл жақта мал болуым қиындау деп өздесін өзі кеміргендей өкінішпен атқа қонды. Уақытша төл алуда жүрген кітапханашы қыз еріктің көңіліне Алтайдың мәңгі жасыл самырсынды болып орнаған. Күн артынан күн өткен сайын тамырын тереңге жайып, сезімін самал ескен сайын жайқалып, сыбыр-сыбыр сыр айтатындай немесе жұмбақтылау, жұмсақ жымиысымен әлдеқайда аспанмен тілдескен зәулім шыңдарға ымдап шақыртатын сынды көрсе де, мейлі көрмесе де жүрегін таудың ақ шарбы бұлты мұң болып басып, санасы саздау тартатын. Асқаралы биік шыңдардағы мүк басқан жақпар тасты қақ жарып самырсын шырша өседі екен. Жылдың 4 мезгілінде жасыл түсті өзгермейтін шынардың сонау таудың теріскей жағына қалың орман өскен ағаштармен бірдей күз туа жеміс береріне қайран қалып еді. Табиғаттың жауыны мен дауылына төтеп беріп, сусыз көлеңкесіз бойына нәр жиған шыршаның бітімі таңғажайып сұлу еді. Кітапханашы Мәлика сол Алтай құздарына сыналып өскен шынарға ұқсайды. Жалғыздық пен тәкаппарлық өздеріне қандай жарасады десеңші. Зоотехник ақылым заманнан бері іздеген асыл затын тауып, әрі қуанып, әрі өкінген. Ерік әсіресе құмардың отарына келгіштей беретін әдет тапты. Оны бұлайғы жұртта аңғарып қалған. Жалғыз жарым тілдесуден басқа жартып шүйіркелесе де алмады. Қашан көрсең де екі жанар жаудырап қараған қыздың өз сезіміне осыншалық сақтығы, мінезінің беріктігі жігіттің шақшадай басын шарадай етті. Өстіп етегіме намаз оқып жүргенімде сенен де айырылып қаламау қалқам деп терең күрсінетін, бар ашу ызасын астындағы жалы тоқпақтай атынан алып басы көзге қарамай қамшылап алақұйын шапқылайтын. Бұл жақтың қыздарының бабын табу қиын екеніне уақыт озған сайын көзі жете түсті. Бірде ол құмар отарына ымыртшылап келді. Күндізгі абыр-сабыр басылған саябыр шақ еді. Сықырауық есікті сыңсыды ашып, есенсіздер ме деп дауысын созалаңдата амандасып, сақманшылар үйіне кіргенде керосин шамның әлсіз жарығынан кімдердің бар кімдердің жоғын түгендеу мүмкін еместі. Қара көлеңке бөлменің ішіндегі дөңгелек жозыға қаумалай отырған қыз-келіншектер ұлардай шулап амандасты. Төрге шығыңыз, мақтап жүреді екенсіз, қол шайып тамақ отырыңыз деді алдын алған 1 жасар шамасындағы баласы бар жас келіншек. Рахмет ішкен соң айтарсыз деді тақымдады әлгі келіншек. Баласын әлі емізеді білем. Ашықтау қалған омырауын қымтай берді. Құмандағы суға қолын жуып дастарқанға жақындағанда табақтағы етке сұғына кіріскен қыздар бірін-бірі түрткілеп, себепсіз күліп ағыса орын босатты. Сойған малдарыңыз тымарық екен деді ерік жөніне отырмай. Семізін берсеңіз ішімізге май қатып қалмас еді деді балалы келіншек. Қолдарыңыздан қаққан жерім бар ма? Көкөзек шақта сорпалыға бар қой бүкіл ауданды сауын айтып сандалып іздесең де табылмайды. Көп ақсыз қозыларының уызға жарытпай жатыр деді сораптай сапырып сорпа суытып отырған егде әйел. Қыстан қысыр шыққан ту қойымыздың түрі осы, балық көз майы жоқ көкбақа. Әсіресе мына қыздарға обал болды. Мені қойшы соғыс кезінде масақ теріп жеп ақ күн көріп кеткем. Зоотехник жігіт егде әйелдің самбырлап сөйлеген әңгімесін зауқсыздау тыңдады. Есіктен кіргеннен бері іздеген Мәликет.
Үркердей үйірілген қыздардың ортасынан таба алмады. Әлде сұранып үйіне кетті ме екен деп және ойлаған. Мынандай күйіп тұрған уақытта ешкімнің ешқайда аттап баса алмасы есіне түсті де, бүгін кезекші кім деп сылтаурата сұрады. Мәликаның өшіреті деді балалы келіншек. Тамақ іш деп 3 рет шақырттық, келмеді. Бұл шақта қаздай тізілген төлші қыздар дастарханнан ысырылып, қабырғаға арқаларын сүйеп қалғып шұлғып отыр еді. Ашып жұмған жанарларына шамның жарығы түскен сайын әлсіздеу болса да жылт етіп, белгісіз бір үміттің, белгісіз бір арманның ұшқыны ойнап сөнеді. Үстеріне кигені күбәйке, аяқтарына керіз етік, бастарына ораған әртүрлі орамалдың шетінен бобырап қап-қара шаштары көрінеді. Әттең ай деп ойлады ерік. Әдеміленіп киіндіріп көрмеге қоятын ағарулар. Біз енді жатамыз деді сөзшің әйел. Сен қонсаң да орын жоқ. Әзірше Төламан Бастыгүл кеңсеге айта бар, тым болмағанда кино әкеліп көрсетсін. Мақұл апай, айтайын. Әкелдіреміз деп зоотехник қамдана бастады. Ал қыздар, жатып демалыңдар, ертең ерте тұрасыңдар деп егде әйелде ыдыс аяқты жинастыра бастады. Аядай үйдің іші тым тар болды ма, еріктің жүрегі алқынып әрең отырған. Далаға шыққан соң көктем түннің таза ауасынан кеуде келе қарпып жұтып жіберді. Осы шағын ағаш бөлмеде 10 шақты төлші жатады. Кейбірі шешінбестен отырған жеріне қисая салатын да көріп еді. Апырмай деп күбірледі. Қалада ғой осындай қыздар барын киіп, бақанын қолын алып дегенде ауыздарында темекі, алдарында кофе, коньяк ішіп ерігіп отыр. Ат есін көріп оқыранып еді. Басынан қапсыра құшақтап аз кем аялдады. Өзі мұнда болған мен көңілі сонау буаз қойлар қамалған қорада. Қойшы да шаршап келіп сылқ құлаған сықылды. Жым-жырт, шамы сөнген, тура желке тұсында мінбелей төніп тұрған таудың басында ағараңдап қар жатыр. Сол қыстың қалдығы қардан ызғар еседі. Алтай көктемінің ала шабыр жағы, жерде әлде тістесіп ырық бермей жатқан тоң бар. Азыр айтылмаған өлара мезгіл, қараңғылық ерте түседі. Кергей керіліп орнынан тұрған қойшының маң төбеті айдалаға қарап аттың жанында тұрған зоотехник жігітті иіскелеп, үлкен жұмыс бітіргендей еріншектене басын қайтадан барып орнына жатты. Бір ерекшелігі шопандардың иді алғашында абалап қарсы алып, үйден аттанғанда жолаушыға үрмейтін. Сонау етекте еңбек ауылының отара жылмыңдайды. Жарығымен түн-түндігін тілгілеп, машина кетіп барады. Ал қара аспанда тана көз жұлдыздар жымыңдайды. Жігіт тоңазиын деді. Қозы маңыраған бітеу қораға қарай беттеді. Бұл есік ашқанда шамның жарығымен от болып жанған сандаған көздері жалт қараған. Мәлике жаңа ғана туған қозының шаранасын сыпырып, тұмсығынан сығып, құлағынан үрлеп әуре болып отыр еді. Төлшілердің біріне жорды ма, басын көтерген жоқ. Зоотехник: "Есенсіз бе?" дегенде ғана ерікті байқап: сіз екенсің ғой, түн жамылып не қып жүрсіз?" деді қоңыр үнмен. "Қой ұрлап жүрмін." Жігіт өз сөзіне өзі күлді. "Мал сіздікі ғой, отар түгелдей алдыңызға салып айдап кетсеңіз де қолыңыздан ешкім қақпайды. Құтты қонақ болыппын-ау, Мәлике. Қойың егіз тауыпты" деді қос қозының мекірене жалап тұрған саулыққа сүйсіне қарап. "Түкіріңіз, көзіңіз тиер." Бұдан соң екеуі де үнсіз отырып қалды. Қораның ішінен қидың иісі бұрқырап кісінің тамағын қырнайды. Маужыратып ұйқыға шақырар ұядай жылылық бар. Дүниеде кереметтей цивилизация барлығын, аспанға адам ұшып, ай мен күнді зерттеп жатқан мықты ел әлсіз елге күш көрсетіп, қоқан лоқы жасап жатқан, өзге өмірдің барлығын ұмыттырып тылсым да тыныш ертекті сапарға бастайтын қозыдай қоңыр, қозыдай момақан бейбіт қана емес берекелі түн. "Келген шаруаңызды айтпайсыз ба?" деді Мәлике күрсініп. "Шаршадыңыз ба?" "Шаршадым, бүгін менің кезегімді күтіп тұрғандай бірінен соң бірі туып мазамды алды." "Оқуға неге кетіп қалмағансыз?" "Жасшыға қыздар институтына сырттай түспек ойым бар. Мен көмектесер едім. Онда декан болып біздің ағай істейді." Мәлике күлді де: "Ендеше 6 айдан барып, тамыр таныстықпен оқуға түскен алғашқы адам мен болам. Керек емес, пейіліңізге рахмет. Өзімнің де шамам жететін шығар." "Дегенмен қиын ғой" деді ерік ұсынысы аяқсыз қалғанына өкінгендей. "Қызық адамдар, ешкімге сенбейді, тірі жаннан көмек дәметпейді. Мен сізді соңғы кезде көп ойлайтын болдым, Мәлике." Қыз жауап қатқан жоқ. Шаңырағы қалқайған шамның қызыл тіл жарығына телміріп үнсіз отыра берді. Жігіттің алқын айтқан сөзін естімегендей қиялдың қыл шылбырынан ұстап дедектеп, көз көріп, құлақ естімеген жыраққа кетіп қалғандай еді. Сәл жасаураған жанары жарқырап, міне шарасынан домалап түсетіндей. Ептеп қоңырқай тартқан ашаң бетінде үміт пен қауіп кезек жеңіскен нышан бар. Томпайған еріне әнтек дірілдеп, жігіт сөзінің әсерін тек сол ғана
әдемі ерні ғана сездіргендей. Осының барлығын қалт жібермей оқып отырған ер қыздың ұяң мінезін әсте де жасқаншақтыққа жорған жоқ. Ішімдегіні тауып ал ер болсаң дейтін тәлімсуді емес екен білді. Мұның барлығы таудың бір түкпірінде алғашқы табиғилығынан сақтап жасырынып әлде ұмтылып байқалмай қалған қазақы арудың қайталанбас асыл қасиеттері де бұқты. Тілсіз тілдескен қос ұлан қой қорада сүт пісіріп уақыт ләмдеспей оңаша отырып қалғанды. Баяғыда осы 6 айда қарақат теруге барған 6 қыз бірде адасып кетіп, аю жеп кеткен екен. Содан бері сол жерді 6 қыз деп атайды. Жігіт аң-таң, Мәликенің бұл әңгімені не себептен, нені меңзеп айтқан бағамдай алмады. Көзім ілінсе болды деді қыз ауыр күрсініп. Сол 6 ару түсімнен шықпайды. Олар өлмегенде 6 төлшіңіз сақадай сай тұрар еді. Сақманшы қыздар жердің астында да көп-ау. Осының есі дұрыс па деген қауіп меңдеді ерікті. Қалай сөйлейді. Кісі дегенің бұл дүниеде түбі бір аттанатын болған соң, 12-де бір гүл ашылмаған таза қалпымен көз жұмғанға не жетсін. Күнәлінің барлығы жердің үстінде жүретініне қайран қалам. Алдайда адасып өлген қыздардың қан тамған жерге қазір қып-қызыл гүл өсті. Адамдар жегенше аюдың асап қойғаны иманды ғой. Оны былай қойғанда есімдері елдің есінде қалды. Сіз білесіз бе аға, менің кейде өлгім келеді. Бірақ қол тимейді, балалар үйіндегі жетім сәбилердей маңыраған жас қошақандарды қиып кете алмай қиналам. Оның үстіне сіз пайда болдыңыз. Егер сіз келмегенде, онда 6 қыздың артынан еріп кетер медім, қайтер едім. Жігіт жанында шоқайып отырған Мәликенің сөз төркінін енді ғана ұқты. Абдырап барып қыздың қолын алақанына салып еді, ып-ыстық екен, ып-ыстық. Мәлике қарсылық білдірген жоқ. Бұдан соң бойын еркін билеп, қапсыра құшып екемдей сүймекке ыңғайлана бергенде бұған әлі ертерек шығар деген Мәлике жігіт қолынан жеңіл босанып қарғып тұрып кетті. Енді сіз ауылға қайтыңыз. Тәттінің дәмін ептеп татсақ та жетер, асап қоятындай аю секілді аш емессіз ғой. Менің бұл жақта мал болуым қиын екен деп түйді таудан алдилап келе жатқанында. Апыр-ай, екі аяғы қара саннан жоқ, жарымжан адамнан да осындай асыл қыз туады екен-ау. Тәңірім осы қыздың есен аман қалдырса екен, Құдайға да жақсы адамдар керек деуші еді. Жас шығып Алтайдың толықсыған шағында Мәлике Астанаға оқуға аттанатын болды. Аудан орталығына дейін шығарып салған ерік қыздың сүйріктей әдемі саусақтарын ұстап тұрып алтын жүзік кигізді. Қабағы дір ете түскен қыз саусағын шоқтай қарған жүзікті асығыс шешіп жігіттің омырау қалтасына сала салды. Мұныңыз не? Мәликеш, ескерткіш үшін сыйлап едім деп быж-тыж шықты. Біздің жақтың қыздары мұндай сияпатты алып дәмденбеген. Меніңше сыйлықтың ең үлкені айнымас сыйластық. Махаббат, табиғат өзі берген құдіретті сезім. Ол әркімге де тән қасиет. Ал нағыз сыйластық кез келгеннің қолынан келмейді. Кітапты көп оқығаныңыз көрініп тұр. Сөз жоқ, оқуға түсесіз деді ерік қиқарлана. Немене, өкпелеп қалдыңыз ба? Бастамай жатып аяқтап алмайық. Егер менде шын көңіліңіз болса, досыңыз аз ба, көп пе, уақыттың билігінде. Күтуге сіз жарасаңыз, мен шыдайым. Одан артық не айтайын? Сіз өте ұнайсыз маған, ал әзірше сау болыңыз деп жігіттің бетінен шөп еткізіп сүйді де автобусқа секіріп мінді. Осының барлығына күбә болып тұрған Алтай тұрғындарының ешқайсысы бетім-ау деп беттерін шымшылап, күбір-сыбыр көбейткен жоқ. Арқыраған автобус орнынан қозғалғанда адам болып кететін секілдімін деді ерік. Әрине, ішінен айтты. Содан бері жылға таяу уақыт өтті. Күз өтіп, қыс келді. Мәлике қыздар институтына оқуға түсіп оралған. Ауылды кітапханада істеп жүр. Көп ұзамай көктем туа төлшікке барады. Ал ерік болса әлі тосуда. Екеуінің ұзаққа созылған жұмбақты сүйіспеншілігі сіз бізден арыға барған жоқ. Керек десеңіз еріндеріне еріндер тимеген. Бірақ күн өткен сайын қоңырауламай қоңырлап басталған сезімдері 100 жылда жалғыз-ақ рет қайталанар ұлы достыққа, бәлкім махаббатқа ұласып, толған айдай толысып келе жатқан. Кісінің бойын қуалап жан сарайын әлдилейтін музыканы бірігіп ойнап, бірігіп тыңдаған сынды жарасымды сыйластық, жүрек жұбы жазылмас бүтіндігіне айналған соншама, бір-бірін күнде көріп, мезі болудан қашатында әрқайсысы оңаша сағынысатын. Ертең семья болып қосылған мезетте осындай уыздай ұйыған таза сезімдерінен дақ түсіріп аламыз-ау деп шошынатын. Апыр-топыр той жасап түтін түтетуге баяғыда дайындатын. Не екен белгісіз асық қылар жоқ. Сырттай білім алуға болар, бірақ сырттай семья құру мүмкін емес қой ендеше. Бұл жүрістері қай жүріс? Жоқ, осыдан аман есен ауылға оралсам үйлену тойын жасайым деп дауыстап жіберген тоқымның үстіндегі қар тұтқыны ерік. Сөз жоқ, той жасаймыз. Үстімей қалсам. Жылқылар тебіндеп жүр, аяз, маңай сүттей жарық. Айнұр аймалаған қар қатықтай ұйыған айран іспетті. Жым-жырт тыныштық.
Сол тыныштықты ауыздығы сылдырап күреңсені күрт-күрт шайнаған жылқының тынысы бұзады. Бұзбайды да бейбіт күннің сақшысындай қар арасында қараңдайды. Еріктің бойы мұздап, маужырап ұйқысы келді. Алайда ұйықтауға болмайды. Егер кірпігі кірпігіне айқасса мәңгілік ұйқыға аттанар анық. Онда мәликені тек арғы дүниеде ғана тосып аласың. Ұйықтамасы үшін не істеу керек деп ойлады Ерік. Не істеу керек? Айқайласам, жоқ, онда тау жаңғырық атты, көшкін ағады. Аман ағаны басып қалады. Мылтық атуда әбестік, онда да көшкін құлайды. Саңқылдап сөйлесе егер маған әлемнің мінбесін беріп, ал жігітім адамдарға айтар сөзің бар ма деп зәуімен сұраса не дер едім? Апырау, расында ондай мүмкіндік туса мүлдем дайын емес екен мынау. Мен былай дер едім. Ол орнынан тұрды, үсті басын түзеп, тамағын кенеп кәдімгідей дайындала бастады. Маған стақанға құйып су әкеліп қойыңыздаршы деді, айғырларға қарап. Жолдастар, аппақ қардың үстіндегі симпозиумды бастауды маған тапсырғандарыңызға рахмет. Прогресшіл әлемнің абзал жүректі адамдары, мен сөзімді сіздерге арнаймын. Бәлкім ұзақтау сөйлейтін шығарым, оған іштеріңіз кебе қоймас. Өйткені онсыз да іштеріңіз пысып жүрау. Жер бетінде Қазақстаннан басқа ел көрмеген мен үшін әрине бүкіл адамзат алдында сөйлеу өте ауыр тиеді. Дегенмен мен де жұмыр басты, екі аяқты адамын. Тіл құлақтан айырылғаным жоқ. Денім сау, жүрегім таза, ниетім ақ. Бұл дүниеде үлкен ел, кіші елде және үлкен де, кіші де адам жоқ. Елдің аты ел, адамның аты адам. Ендеше бәріміз табиғаттың төліміз. О баста жаратылғанда бір-біріңе зорлық жаса, бір-біріңді қина, тона, өлтір деп дүниеге келтірмеген. О баста тепетең туғанбыз, тепетең өлеміз. Өлімі бар адамның өмірі де бірдей, мазмұны ұқсас, формасы басқа. Самолеттен құладың не, есектен құладың не, құс төсекті ұйықтадың не, тас еденде ұйықтадың не, коктейль іштің не, әрекет іштің не, бельгийский пальто киіп, Пугачеваның концертіне бардың не, көпәйке киіп, ауылдың клубындағы көркемөнерпаздар ойынына бардың не. Олай болса қайсыңнан артықсың? Өтірік өмір сүреміз, өтірік күліп жалған сөйлеміз, өтірік бітімге келіп, жыл уағы толмай жатып бұзамыз. Одан да адал адамдар қоғамы әлде қайда пайдалы емес пе? Одан да әрқайсымызға адамдық куәлік беріп, адамдық норманы бұзғандарды адамдық правадан айырғанымыз жөн емес пе? Қара жердің астында өз ажалынан өлгендердің бірін-бірі өлтіргендер сандаған есе көп екен. Демек табиғи өлімді аңсағаннан үлкен арман бар ма? Мен қорқам сіздерден. Қорқам қамалаған қасқырдан да, ақырған аюдан да, тілсіз жаудан да емес, сіздерден, сіздерден. Артық айтсам кешіріңіздер, мені тілден айырған жоқ, бас бостандығым өзімде-ай. Анау жақтан келген өкіл неғып, тыпыршып мазан кетіп отыр. Мен ақыл естен айырылып мәңгүрт болып, мәңгүртіп те қалған жоқпын. Мен түлкіге де, балыққа да айналғым келмейді. Құс болып аспанға да ұшпайын. Ертекте ембі есеңгірегім де жоқ. Қара жерге қада болып қағылған адаммын. Аз дегенің, тоз дегенің жағына жылан жұмырт қаласын. Кешегім бүтін, болашағым айқын, бізге барлығы жетеді, барлығы бар. Бізге жалғыз-ақ нәрсе жетіспейді. Бізге адал дос, жақсы адамдар ғана жетіспейді. Азайып барады. Қызыл кітаптан орын қалдырыңдар. Осы кезде қолын сермеп қызыл танау болып, шексіздікке қарап сөйлеп тұрған шешеннің құлағына тоқтат деп әлдегім айғайлағандай болды. Айғайлама деді шешен енді ғана шешіліп келе жатқан ойын бұзған белгісізге. Бұл жақта айғайлауға болмайды. Тау жаңғырығат, жаңғырықтың әсерінен қар құлайды, ал қар құласа қарапайым жылқышылар қырылады. Біз жақта сыпайы сөйлейді, сыңырлап күледі. Осы кезде қар көрпені қақтылып, жүздеген аш қасқыр шеңбер жасай қаптап келе жатыр еді. Қоршауда қалған айғырлар арқырай кісінеп, тызақтата зәр төгіп жіберді. Көздері атыздай болып дір-дір етеді. Жануарлар қалш-қалш етеді жануарлар. Ерік жалма-жан қос ауыз мылтығын оқтады. Жоқ, атуға болмайды. Атсам тау жаңғырығат. Тау жаңғырықса көшкін құлайды, көшкін құласа аман ағаны басып қалады. Жоқ, ешқашанда еш жерде де мылтық атуға болмайды. Одан да самбырлап сөйлей берейік, дауласа берейік. Қасқырлар қаптап келеді. Сол қасқырлардың алдында жалаң аяқ, жалаң бас алты қыз қашып келе жатқандай алтауы да мәлике секілді. Ей адамдар деп саңқ етті Ерік. Мен сіздерге айтам, бітімге келмейді екенсіз, ендеше бітіспес шайқасқа көшелік. Қасқырлар қаптап келеді арғы беттен. Мылтық атуға болмайды. Мәликеге тигізіп алуы мүмкін. Тау жаңғырығат. Құдай-ау, мыналар тіпті де қасқырлар емес, Алатайдың қарағайлар ғой. Қорыққанға қос көрінеді деген осы, әлде қару асынған адамдар ма? Ей адамдар, мен сіздерге арнайым сөзімді. Мен құлын терісін қаптаған зілдей шаңғының мұрындық жібінен кезек тартып, соңынан қос сызық қалдырып Алатайға бет түзеген аманның түн жамылып жалғыз сапарға шығу бір бұл емес болғанымен аяғына шаңғылып
Алысқа аттанғаны алғаш рет. Бұл жолға қажымас қайрат, талмас бел, қорықпас жүректілік аздық етері және рас. Сонымен қатар басын қауіпке байлаған тас жұптар тәуекел, ердің ерлері ғана жасай алар ұлы ерлік керек шығар. Бірақ ол қарапайым борышын өтеу ғана деп білді. Аман үшін Тары өзені арқылы арғы бетке өту мақсат тауына шығумен тең. Өйткені сол арғы жағалауда Алатайдың басында мал бағып, табиғат апаты тұтқындаған жылқышылар бар. Жылқышылар да адам, көзі төрт бола ауылдан келер көмекші көксеп жатқаны сөзсіз. Тау тасты өзен, сулы орман, тоғайлы Алтайдың әр қойнауында шаруа бағып отырған момын елді қинайтыны әсіресе осы жол азап ет. Күні бүгінге дейін асфальттанған тақтағы жолды көрген емес. Алматының аудан орталығын 2-3 сағатта әуелеп ұшып келетінде, ауданның ауылына апталап жете алмай сарылып жатып қалатын. Астанада көрген қызығы алған әсері дорбасындағы сәлем сауқатына дейін қиқы-шойқы соқпақтың бойында шашла-шашла қара басының от басына аман жеткеніне шүкіршілік жасайтын. Алдындағы төбешіктен асып, алдилағанда жүрісі жеңілдей бастады. Бұл Тары өзеніне құлдилайтын сайлау жер. Шаншулап өскен самырсындар шұрасып бұғып жатқан бұта қарағандар көбейді. Оқта-текте өскен қайындар ай нұрын астында мұңға батып, етегін түріп, қар кешкен ақ балтырлы арулар сынды мұңмен телміреді ай. Осы мұздап тұрған орман тоғайдың арасынан ербеңдеп келе жатқан Аманның ойы алыста, сонау мүгедек әкесімен бірге шалғы тартқан жылдарды кезіп жүр. Ауылдағы басқа балалардан гөрі Бритоға пысық болып өсті. Бір үйдегі бас көтерер жан өзі ғана болған соң жастайдан шаруаға араласып, тесік өкпе күй кешті. Екі аяғы жоқ әкесінің артына мінгесіп отынға барды, бұғанасы қатпай-ақ пішен дайындады. Алтайда қиясы мен бұтасы жоқ жазық жер бар ма? Шалбарының құйрығына тері тігіп алған әкесі сол қия жерден артымен сырғып отырып шөп шабатын. Қалың өскен шалғының арасынан бой көрінбейтін. Анандайдан қараған адам жап-жасыл шалғын өзінен өзі жапырылып жатқандай зәре-құты қалмай қорқушы еді. Дестені салып тастаған соң бір ұшын жоғардағы қарағайларға, бір ұшын беліне байлаған қыларқанды кере тартып, тырмысы өрге қайтадан жылжып шығып алатын да қайтадан шалғынды ұруға кірісетін. Сонда құйрығымен жылжып шөп шапқан әкесінің білеулене одырайған шеке тамыры қып-қызыл болып, қанталаған көзін, сүмектілі сорғалаған маңдай терін көрген Аман кішкентай тартпасын сілтей тартып, әкесінен қалмауға тырысатын. Отынға барғанда жылдар бойы жел өтінде тұрып, қатып қалған зәулім молақты жүрелеп отырып, балтамен қарш-қарш қиғанда, сонандайдан әке қайратына қайран қала қарап тұрар еді. Аспан ұлына шаруаның барлығын үйретті. Ең әуелі шыншылдықты үйретті. Қазіргі жүрісі оның жанында шаңғы тепкен баланың ермегі сықылды. Бұл әлемде Алтайдың жазына жетер әдемі нәрсе жоғау тегі. Едәуір жердің шөбін еңсіре шауып тастаған әке мен бала күн тас төбеге шығып, түс болғанда үзіліс жариялайтын. Шайнекке қайнатқан күрең шайды сораптап ішіп шөлдерін басатын. Сусынға қанған аспан самырсынның көлеңкесіне тоқым төсеніп шалқасынан жататын. Ыстықтай ма жоқ болмасы сыздап ауырта ма, шалбарын шешіп денесін демалдырар еді. Әбден қашалып ісіне қызарған шоп-шолақ санға қарауға жүрегі шыдамаған Аман теріс айналып кететінде шеткерірек шығып ағыл-тегіл жылайтын. Әкесін бұл қорлықтан құтқарудың жалғыз-ақ жолы тезірек ер жету екен, жас жүрегіне түйіп қайғы қапамен өсті. Бар қолынан келгені кепеш-кепеш жидек теріп әкеліп әкесіне сұнады. Рахмет ұлым дейтін аспан таңдайындағы бүлдіргенді жұтып, түріңе қарасам, көзіне қамшы тиген жас ботадай жасқаншақ тартып бара жатқан секілдісің. Менің мүгедектігім сенің жаныңды жаралап, рухыңа сызат түсірмесін тегінде. Қазір өмірдің бетіне тік қарағандардың заманы. Қарағайдың қарсы біткен бұтағы болмасаң, бөксе баста жалтақ күй кешесің. Олайша иесіне еркелеген итше көрінгенге құйрығыңды болғап сүйреген өмірден өлген артық. Мақтылық дегеніміз әдемі тұрмыс құрып, бақытты ғұмыр кешу емес. Қоржын арқалап жүрсең де адамдығыңды жоғалтпау. Бас амандығын амалдап, жасасын жарамсақ тірлік деп жүргендер сенсіз де жеткілікті. Біле білсең, сен менің өтіп кеткен дәурен, өліп қалған арманымсың, екі аяғымсың. Ал менің аяғым сіңіріп осып сүрінуді білмейтін жілікті болатын. Саздауға біткен сарағаш болатын. Егіннің жаңа шыққан көгіндей көгерім шағында кірпігің жыпылықтап, әркімге бір жалтақтасаң, ертеңгі күнің ездікпен өтер. Қарғатайым, көтер басыңды. Тура қараш маған. Көзіңнен от көрейін деп, қанатынан айырылған қырандай саңқ еткенде қалың қатпар жоталар, қарағай қайың орман дүр сілкініп, тау жаңғырға жөтелгендей болып еді. Аман тегенедей төңкерілген көкке қарап,
суық қайрат жайын жүзбен шалқасынан жатқан әкесінің көзіне көзін түйістірген. Тап-таза қарашығынан өзінің бозбала бейнесін көрді. «Міне, жігітсің», деді ырзалық рахатпен сүйсіне құшақтап. «Өлім ертеме кешпе білмейм. Мендегі ендігі арман сенің аяғыңды матап ертерек үйлендіру, ертерек немере сүю ұлым. Қыздарды қойш, жат жұрттық». Әне сол аспан жылқышының жалғыз ұлы Сайтан көпірді бетке алып шыққанымен сырғып барады. Әне аспан шалдың көзін ашып көргені, аузын ашып сүйгені, кіндігін үзбес ұрпағы нар тәуекелмен дүниедегі ең қиын көпірден өткелі барады. Сайлауға түскен соң ай қорғалап, айнала қараңғылық тарта бастады. Әлденен сыбдырлағандай болып еді, бір топ елік кесе көлденеңдеп өте берді. Бұған да шүкіршілік, әйтеуір жалғыз емес екен. Түнгі жол ұзарып көріне ме, әлде тым ақырын келе ме, әудем жерде Сайтан көпірге жете алмай дымы құрыды. Өкпесі өшердей болып шаршамағанды сықылды. Жол қысқартудың ең оңай тәсілі ой ғана екенін білетін. Әсіресе қыстақты жайлау шабындықтарды аралап, күні бойы ат үстінде жүргенде осы санасындағы самсаған ойды ермек қылатын. Тегінде қырғазақтардың барлығына тән әдет еді бұл. Жападан жалғыз төбенің басында орнатылған ескерткіштей қалқайып күнмен бірге шығып, күнмен бірге бататын қойшыларда ойдан басқа не бар? Иә, оларда екі-ақ нәрсе бар: қой мен ой. Бұл жұбаныштан тек қойны суық қара жер ғана айыра алады. Әлесінде қазан айының басы кезі болатын, шаруашылық етек жеңін жинап, күзгі қарбалас шақ өз сабасына түскенде еді. Ала жаздай ырық бермей, шанағынан асып тасыған бұқтырманың буырқанған бура мінезі басылып жуасия қатты. Мұқым табиғат саябыр тауып, өзгеше бір сабырлы да салқын қылықпен жаныңды қытықтайды. Бөлімше басқараушысы Аманның да үх деп дем алған, бел шешіп аяқ суытқан тұсы өсет. Түнде көпке дейін кітап оқып, тым кеш жатса да ұйқысы тез қанып қалыпты. Бүгін тым ерте оянған. Киініп сыртқа шықса, таудың арғы қапталында тұрған күннің сәулесі шоқылардың ұшар басына ал қызыл кимешек кигізіп үлгерген екен. Ұйқысы қашқан кәрі құртаңдар болмаса, ауыл әлі таңның тәтті ұйқысынан ояна қоймапты. Бұйрабас ормандардың арасынан боз торғай шырылдады. Өзеннен шашбау таққан сай табанынан ел кәупілдейді. Ептеп бойды шымырлатып, ишай дегізер шым-шым салқын бар ауада. Таңғы шық мөлдіреп көзі жаудыры әлі тірі жатыр. Адам басуға аяйды. Желке тұстағы тауды екіге бөліп, шудаланып жатқан тұман күні кеше ғана сылаңдап жүрген бұлттың асығысты ұмыт қалдырып кеткен әппақ орамалы іспетті. Айналаның барлығынан да терең бір ойшылдық, бой жазып тыныштыққа бастаған ақылдылық аңғарылады. Аман осыны таңға жайып көріністі әзірде ғана көріп, байқағандай аса сергек сезіммен Алтайдың бұрымы іспетті бұқтырмаға қарай құлдай жөнелді. Өзенге жеткенше шық шешіп, екі тізесіне дейін малмандай су болып еді. Бұқтырма көктемде кеміріп, кеңейтіп алған арнасынан қашандап кетіпті. Жағалауы толған ағаш ағындысы салындылар. Арғы жағадан бір топ елік су ішіп бейқам тұр екен. Мұны көрген соң бастарын кең-жең еткізіп көтеріп алды. Бір сәт таңырқай қарап, содан соң орманға кіріп жоқ болды. Аман суық сумен беті қолын шайды. Қар сумен тоғайып, буырқанып жатқан өзінің өр көкіректі басылғанымен өз мінезін өзгерте қойған жоқ еді. Жағалауда әлсіз болса да сабалап езуі көпіршіп көбік түкірді. Мөп-мөлдір су бетіне тигенде тітіркеніп қалған Аман артынша рахаттана жуынып еді, бойы әп-сәтте сергіп сала берді. Ауырлап тұрған денеде бір түрлі жеңілдік пайда болып, ала жаздайы арқасына жабысып түспей қойған азаптан мүлдем арылғандай аса сергек сезінді өзінді. Сол өзен жағасында шоқиып отырған күйі ептеп арманды ойға берілген. Енді аманшылық болса совхоз директорының атына өтініш жазып, 2 жылдан бері ала алмай жүрген кезекте еңбек демалысына шығады. Бала шағасын Құдайға тапсырады да, жұрттың барлығы шұбап бара беретін әлгі бір қара теңізге тартып кетер. Ел көреді, жер көреді, маңдай тер табан ақысына тапқан ақшасының қызығы тұңғыш рет игілігін көреді. Облыс орталығы Өскеменнен арыға ұзамаған азама жер бетінде өз секілді сом қазақта барын танытады. Білсін оларды. Суыр екеш суырда жаз туа іннен шығып ұзап жайылмай ма? Аман солы саржағыл тышқаннан қор жаратылды дейсің бе? Жетер осы еңбектенгенде. Енді адам сияқты арқа басы кеңіп демалады. Демалады деген сөз көкейіне оралғанда Аманның миығына күлкі үйірілді. Әй Аллау десеңші, осы сөзді ұмыт қалғашын. Қой дәрет алған шалдай отыра бергенше үйге барып өтініш жазып директорға барайын деп орнынан тұра бергенде тура құлағының түбінен ей, атаңның аузын ұрайын деген қатты айғай естілген. Оқыс шыққандығы соншама Аман өз денесін өзі ұстай алмай шалқалай құлады. Одан әрі не болған жөнді білмейді. Әйтеуір көзінің алды қанға толып,
басы отқа ұстанғандай ып-ыстық болып кетті. Әлгіндегі табиғаттың мұқым тамашалары, орман мен тоғай, өзен мен торғайы, аспаны мен күні жым-жырт жоғалды да оның орнын албастыдай қап-қара түнек басқан. Сол қою қараңғылықтың арасында быжынаған қан түйіршіктері қалықтап жүрді. Мейін тебен инемен сұққылап, жанардан жас саулаған. Бір сәтте ес ақылы мұны тастап алысқа үрке қашып кеткен жаны қайтадан оралғандай болғанда көзін ашып еді. Көргені жалқындаған елес қана, тек қана елес дүние бұлдырлаған әлем қана. Басқа ештеңе де емес, ештеңе де. Ол өлім атты абзал ананың осыншалық тезгелерін бұдан бұрын сана сарабына салмаған еді. Бірақ жарық дүниемен қоштасу әлі ерте ғой. Ендеше су ішкілігі таусылған жоқ. Қазір орнынан тұрады. Беті қолын бұқтырманың мұздай суымен жуатты, аяңдап кеңсеге барады. Содан соң директордың атына өтініш жазып, демалысқа шығады, самолетке мінеді, Қара теңізге тартады. Әттең ол әрекетінен түк шықпады. Миын сұққылаған ине қайтадан талықсытып жіберіп еді. Қалықтаған қан түйіршіктері қыбыр-қыбыр жанарын қытықтадай. Ең ғажабы аман түйсігінен адаспады. Бәрін сезіп, бәрін естіп жатқан секілді. Ендігі сәтте ұйыған қара түнектің ар жағынан жалаң аяқ, жалаң бас бала шықты да күлімсіреген қалып бұған қарай бір басып, екі басып жақындай түсті. Міне тура жанына келіп тұрды. Тәңірім-ау, қайдан көрді бұл баланы? Жүзі өті таныс. Әсіресе жұмсақ жымиғаны, маңдайындағы құлын тепкен ай тыртығы таныды. Өзі екен. Өзінің 10 жастағы бала шағы екен. Өлім дегеніміз кісі қиналған кезінде бала болып ораларын ұқты. Ұқты да кеберсіген ерін әрең қозғап. Әлі ерте, тым ертерек келдің балақай, деді 10 жасар өзі. Сол күлімсіреген күйі әне алыстап барады. Жоғалады. Ол жоғала бергенде қан түйіршіктер өзінен өзі азайып, құрым киіздей тұтасқан қараңғылықтың көбесі біртіндеп сөгіле бастаған. Жүйкесін тоздырған шанышқылар да сап болды. Тіршіліктің кіп-кішкене құсы сайрады ма, құлағына шырылдаған әлсіз үн естілді. Құлағына тағы да бір таныс дауыс естілді. Өлсе өзімен бірге ала кетер мәңгілік қимас сөз. Өмірдегі бақыт, қайғы, атақ, құрмет, сый-сияпаты бар байлығынан артық, ардақты сөз естілді. Азаматым-ау, тірімісің? Тірімін, әке. Балдарды шошытпа, тұр, мен басыңнан сүйейін. Тұрайын. Айғайды алғаш естігенде менде осындай күйге тап болғанмын, ұлым. Бір ажалдан қалдың, енді 100 жасайсың. Айтқаның келсін, әке. Айғайлаған кім екен? Анау ғой, маған айғайлаған кісі ғой. Анау әлі тірімет? Ол 1000 жылда да құрымайды. Айқай өшет деп кім айтты саған? Дәл жанында кесілген қарағайдай қасқайып отырған әкесі аспанның қарулы иығына сүйеніп орнынан тұрған аман, өліп қайта тірілгенде меңзеген халді бастан кешіп еді. Сонда ол өмірдің қадірін алғаш рет шын түсініп, жер басып жүрген әр күннің өзі айтып жеткізгісіз ұлан асыр той екенін бағамдады. Ойлап отырса, бақыт дегеніміз әр таңды тірі қарсы алып, әр күнді көзбен шығарып салу екен де, өзгесінің барлығын өзіңді өзің алдау үшін ойлап тапқан қитұрқылар-ай, қитұрқылар. Аман аудандық ауруханаға барып қаралып еді. Дәрігерлер алғаш рет инфаркт алған екенсіз, демалу керек деді. Сайтан көпірдің дәл аузына келіп тоқтағанын алғашында Аманның өзі де сезбей қалып еді. Бағанадан бері өкшелеп қуып келген әлгі бір естелік шаршағанын, елес болып елбеңдеген қорқынышын ұмыттырып, жолын қысқартқанды. Бүкіл әлемде адам баласы қаншалықты мол болса, соншалықты жалғыз, оны жалғызсыратпайтын айрылмас адал досы өзінің ойғаны. Көрге дейінгі көрер қызығының мен шыжығыңды қоса бөлісіп, өзіңмен бірге бір қабірде жататын ең сүйікті жарың да, қаныңнан жаралған балаң да, дос-жаран, ағайын туғаның да емес, тек қана ойың. Адамзаттың бүкіл жаратылыс атаулыдан озықтығы немесе сорлығы да осыдан шығарау. Біз саналығымызды мақтан тұтамыз, ал сол саналықтан азап шегетінімізді бағамдай бермейміз. Жұмыр жердің үстін шыңдап, астын тыңдаған біздер дүниеге үстемдігін жүргізген ой санамызды ақылдылықпен ешқашан да жұмсаған емеспіз. Білдіру үшін жасайтын нәрсеміз өзімізден басқа жаратылыстың қай-қайсына керегі жоғын білеміз бе? Білеміз, бірақ қасақана ерегісіп істейміз. Біз жанымызды қинағанда, арпалысып алғам тұлғанда, жақсылық деп жар сала істеген әр әрекетіміз бен ілгері басқан әр қадамымыз арқылы жамандық жасарымызды, артқа шегінерімізді зерттеген емеспіз. Ұшқан құс жүгірген аңды атқан сайын немесе өзен көл, орман тоғайды құртқан сайын өзімізді кеміктеп өлтіріп жатқанымызды зерделеген емеспіз. Біз қазір алып өткөлдің аузына, сайтан көпірге тіреліп тұрмыз.
Аман Сайтан көпірге келіп жетті де, салып ұрып өте шығуға жүрегі дауаламай селтиіп тұрып қалған. Енді не істеу керек? Енді не істейтінімізді біз де білмейміз. Біздің білетініміз мынау ғана: өлермендікпен алға ұмтылу, ал өткенге қаншама шегінгенімізбен тарихқа керегіміз жоқ, қабылдамайды. Иә, өткеннен тірілерге орын жоқ, ол өлілер мекені. Біз не істейміз сонда? Аман Сайтан көпірдің бергі үлкен жер басында қарсы алдындағы қар жамылған алып алатайға, содан соң төмен үңіліп мұз құрсанып жатқан тар өзеніне қарады. Тәуекел жасауға дәті жетпеді, білем, жүрелеп отыра кетті. Мұндай қыспақты әрі жұмбақты тұста асқан ақылдылықтың да, жүрегі түкті батырлықтың да қажеті шамалы. Дәм тұзың таусылмаса өтерсің, ажал айтып келмейді, жеткен жерің үзілер шағың осы болса өлерсің, бәрі де бір тағдырдың бұйрығы. Десек те бұл да адам ғой, ал адам екенің рас болса мәңгі әрекеттің есі емеспісің. Аспандағы ай жарықты қорғалап таудың теріскей бетіне қараңғылық үйеді. Бейне бір алып қара мысық көсіле түсіп ұйықтап жатқандай. Тынысыңды тарылтатын тыныштық жайлаған айнала, бейне бір намазға ұйғандай, жаны жай тапқан, қан сөлсіз меңіреу өңірдің өлі денесіне қонған қара шыбын секілді. Аман деген адамның 40-тан асқан жасына дейін, иә осы жасына дейін бой бермей, бетбақтанып келген мінезіне ұлы өзгеріс кірді. Сірне болып қатқан сіңір дене идем алынған қайыстай ылжырап, балғадай жұдырығы жұмсарған ай, өне бойының бальзаммен сылағандай балбыраған ай. Жұмыстан шаршап келіп, тас моншаның табына түскенде ғана осындай балқыма сәтті бастан кешуші еді. Әппақ қар ақырған аяздың ортасында отырып соншалық бой-бойы жібіп, сойған қойдың терісіне шелдегендей қалжалануы қайран қалдырды. Қызық, тіпті қара тырнағына дейін жіпсіген несі? Мүмкін кісі жарық дүниемен қоштасарда осындай бұлаулы халдің қойына жатар ма? Қызық, бір бағыттағы ұзақ сапар аяқталып, көздеген мақсатына жетіп жығылған жолаушының қол аяғын жазып, көз шырымын алуы болушы еді. Аман осындай айға барып қайтқан космонавттай рахаттанып, шалқасынан жатқысы келді-ақ, жатса қайтып тұра алмасын және ойлады. Көңіл шіркін осындай көбең тартып жүрегін сазады. Бұған дейінгі өмірінің босқа өтпегеніне артында жосылып, ізғаларына аса риза сезіммен ойға батасың. Дегенмен өткеніңе шолу жасаудың қорқынышты не бар екен бұл жалғанда? Анау ақ қардың бетін айғыздаған ізің көктем шыға еріп кетер қандай рас болса, жаяулап жүріп жасаған еңбегінің де қарғынға айналып, қараса батарына еріксіз иланар едің. Өз тіршілігінің қамынан аспаған қаракетің тек жер басып жүргенде ғана үзірі ұзақ болып көрінер күнделікті күйбің шаруаң осындайлық жалғыз сәттік тәтті тыныштығының садақасы екен ғой. Алғашында өне бойынан бұрқырап бу шығып өртеніп отырғандай еді, енді міне ол да таусылып бітіп тоңази бастады. Бірақ Аман суықты сезген жоқ, ұйқыға шақырар жым-жырт жуастықты көксеген. Осы кезде құлағына әлдеқайда тым-тым алыстан әлдебір әдемі әуен естіліп, жан сарайын әлдиледі-ай. Әуен біресе ұлы сарынға айналып, енді бірде жарын жоқтаған әйелдің сыңсуына ұласып, сай сүйегін сырқыраттай. Осы жасына дейін мұндай әдемі әуенді естімеген Аманның сірне жаны қорғасындай балқыдай. Арғы дүниеге шақырған өлімнің оркестрі ойнаған музыка үнін өмір деп соғар жүректің гимніне жеңдірер жігер керек еді. Амал не? Ондайлық қайрат қуатын жоқтан өзгеге жұмсап тауысып алған секілді. Ешбір әрекетсіз бүктісіп отыра берудің ақыры сөз жоқ, жарық әлеммен қоштастырарын саналадақ қайтеді енді. Қара құстан темір балғамен салып қалғандай еңсесін көтере алсашы. Ол темір балға осыған дейін бекерлі өткен аз өмір екен білген жоқ. Білсе бұл сапарға шықпас деді. Әлі көгала үйрек жанын толқынына салып шайқаған мұңлы әуен әне өте жақыннан сыңсыды. Тұрайыншы деп ұмтылады, қозғала алмады. Не сиқырлап тастағаны белгісіз, белгі еткенде тырп етпей отыра берді, санасы сайрап тұр. Көзі де жұмылған жоқ, дәл төбесінен төнгін тауды, анау қар басқан көпірді көріп отыр. Аманда жалғыз-ақ қауіп қалды. Ең болмағанда әкесінше ерлік жасап, екі аяғы құрысын, айғай өліммен ел жұртты елең еткізіп өле алмау қаупі. Бұл жерде сайтан бар рас екен, әйтпесе мені мадап байлап тастаған қандай күш, анау зарлаған дауысы кімдікі? Осы кезде ай Алтайдың ар жағында бір жан бастап жүзген шақта, бергі беті ұйықтаған қара мысықтай қорқынышпен қарауытқан дел сал суық мезетте үркер төбеден әлдеқашан ауып, енді көп ұзамай таң жұлдызы туар сәресі шер сәтті ұйқымен ояудың, өлім мен тірінің екі ортасында шөкелеп отырған Аманның қасына 10 жасар бала келді. Неғып отырсыз? Оқыс дауыстан селк ете түскен Аман
қарсы алдындағы жалаң аяқ, жалаң бас қар кешіп тұрған баланың бетіне қадала қарады. Жүзі де үні де таныс, бұрын бір жерден көрген секілді. Әсіресе ірілеу беткен жақ сүйегі, қой көзі, тақырлап алған доп-домалақ басы қазақтың қарауылдарының көбіне-ақ ұқсағанмен тура маңдайдағы ат тепкен ай тыртығы өте таныс. Сасқалақтаған жігіт өз шекесін сипалап жүріп, анау баланың маңдайындағыдай тыртықты тауып алды. Мұңды жанарын қаумалаған кірпіктерін қақпастан қалсиып тұрған бала бұдан ширек ғасыр бұрынғы өз екенін енді ғана шырамыта бастаған. Аманның тұла бойының сұп-суық тер шып-шып шығып, дірілдеген саусақтарын тарбайтып соза берді. Сен екенсің ғой, Аман. Қайдан жүрсің? Бұл жерге қалай келдің? Мен өмір бақи сіздің жаныңыздам, тек байқай бермедіңіз. Оған мұрша болды ма? Айналайын. Ерте есейдік те, балалық шағымызды ерте жоғалттық. Көріп тұрсыз, жоғалмаған екем. Мен сені Аман қатты айғайдан шошып, талып құлағанымды көрген едім. Көз алдымда ұйыған алақар дүниенің ар жағынан шықтың да мені қол бұлғап шақырдың. Мен әрқашанда сіздің жан дүниеңізде өмір сүріп жүрмін. Сіз жасасаңыз да бір елі қалмақта, қартаймақта емеспін. Мен сізбен бірге тудым, бірге жасайым. Сіз үлкен Амансыз, мен кіші Аманмын. Айырмашылық осында ғана. Қуансаңыз қоса қуандым, қайғырсаңыз бірге ортақтастым. Кейде мені ұмытып кеткеніңізде осылайша сіздің де баяғыда бала болғаныңызды есіңізге салам. Түптің түбінде қартаярсыз, ажалыңыз жетіп өлерсіз, бірақ мен сонда да жасай берем. Үлкен Аманмен мәңгілікке қоштасам да, жер бетіндегі азап атаулыны білмейтін арман қуған балалардың тобына қосылам. Сіз білесіз бе, бұл өмірде бірде-бір адам өлмейді. Олардың барлығы да балаға айналып қайта жасайды. Міне осылайша ғұмыр жалғаса береді. Қазір қарға көміліп қатып қалсаңыз, мен бәрібір тірі жүрем. Ауылдағы сіздің балалардың арасында үлкен Аманның рухына айналып түтініңізді түтетем. Мен сізбен және сіздің жастыққа айналған жаныңызбын. Оны ешқандай айғай сескендіріп, тұқымын құрта алмайды. Сіз адал өмір сүрдіңіз, адалдықтың аласапыран толқынында адастыңыз да. Алайда оған сіз кінәлі емессіз ғой. Әрбір жақсы ісіңіз жарық әлеммен қоштасқан соң игіліктің балапаны болып өніп шығарын білесіз бе? Кеңістік үшін мына сіз құтқарғалы бара жатқан бір қора малдың, оны баққан бір-екі адамның қара тырнақтай да қадірі жоғын білесіз бе? Айталық мұқым еңбек ауылының тұрғындары жер бетінен жоғалып кетсе де, жалпақ әлемнің қылшығы қисаймайтынын білесіз бе? Білесіз, бірақ осынау иненің жасуындай ғана әрекетіңізді арасанның суындай таза жүректілікпен атқарасыз. Сізде ақ ниет азаматтар болмаса, монданақтай жер шары өңкөй айғайға айналар еді. Сонда ғана біздер үлкендердің рухына айналған балалар өлер едік. Тұрыңыз орныңыздан, тұрыңыз да ақырғы рет ән салыңыз, шырқаңыз. Үлкен Аман, шырқаңыз. Айғайды жеңетін ән ғана ән. Оған шамам жетіп жатыр ма? Қай жерімнен келеді? Ойын күлкі деген осы ғой. Ендеше сіз қазір жарық дүниені қиыңызда, аман есеніңізде арғы дүниеге аттанып кетіңіз. Сіздің алдыңызда мәңгілік сапар, ақиқат сапары күтіп тұр. Шейіт болу арқылы екінші өміріңіз дүниенің барлық ызың шуынан, әлемдегі барлық заттан, тұрмыстық күйкөк тірліктен, сөзбен, көзден, мәнсаппен, байлықтан, ең ақыры киім-кешек, сусын мен тамақтан барлығынан азаттанасыз да, ештеңеге алаңдамайтын, еш нәрсеге бас ауыртып, балтырсыздатпайтын шексіз ғұмырыңыз басталмақ. Менменсінген меніңіз бірте-бірте майда еріп, болмыстың бостандығына айналады. Тек сонда ғана жаныңыз шын мәнінде кеңістікпен табысып, сарғаймас жасыл түдімен жасай береді. Айтыңызшы, сіз мұндайлық өлген соң ғана басталар өшпес өмірге дайынсыз ба? Жоқ, атай көрме, дайын емеспін. Өлі арыстаннан тірі тышқан артық деп күбірледі Аман. Мүлдем дайын емеспін. Ендеше өтірік өміріңізді таспақаша тырбаңдап жалғастыра беріңіз. Рас аруақты ерлікке рухыңыздың шыдамасын сезбем. Жаны мәңгілікке ұласатын ұлылық жалған дүниені майға шылқыған жалпақ табанымен жалпағынан басу емес, тіпті ілініп салынып алжығанша жасауды емес, артыңа өшпес із қалдырып арғымаққа мінгендей асығыс зулап өте шығу. Яғни өз өміріңізді оқыс әрі әдемі аяқтау. Дершағанды дұрыс өле білуден үлкен өнердің жоқ екені сол. Ондай жаңқыр қайта туар, қайта жасар иман талантты сізге жазбаған. Сіз бар болғаны жер бетімен қидомалатқан қоңыз пенде ғанасыз. Қандай аянашты мүскіндік десеңізші. Көзінің уқалап еді, әлгіл ақыл айтқыш бала ғайып болды да, қабағынан қар жауған алып таулар қозғала бастады. Ұлы қимылға көшкен таулардың ырғатылып, адыранып бірін-бір иығымен соққылап, қыбырлағанда Аманның жаны мұрнының ұшына келді. Қазір анау Алатайдың құзарындағы мұзда қарлар қопарлады да жер дүниені ұлы шуға бөліп сел ағады. Мен көшкінің астында қалам, мен ғана емес бүкіл әлемге тобан су қаптайды. Табиғат ашу шақырды ағайын,
Біз адамдар жер бетінен тыйып-тыйпыл жоғаламыз да мұз дәуірі қайта орнайды. Жаяу жалпылы жүргендер мен бауырмен жорғалайтындар бақилыққа ғайып болады. Тек аспанда ұшып жүргендер мен жер астындағы аруақтар тек солар ғана тірі қалады. Әне таудың екі иығы селкілдеп күлді. Таудың жауырыны бүлкілдеп өксіп-өксіп жылады. Енді аз уақыттан соң арқасындағы қабат-қабат қар жабуын лақтырып тастайды. Содан соң бізге бір күнгі тоқтыққа мәскісін еген кісілерге қарап бір басып, екі басып жақындайды. Бұдан соң мыжып таптап өлтіреді тау көтергіш Толағай қайда? Жұртым-ау Толағай, бармысың әлде жоқпысың? Құтқара көр, құмырсқадай қыбырлаған ұсақ жандарды. Баяғының батырларын архивтен босатыңдар ағайын, нағыз ерлік, асқан батырлық сыналар шақ туды. Табиғат ашу шақырды. Теңселіп тұрған тау емес, қос шекесін қос қолдай қысып тәлтіректеген Аманның өзі түн. Оны саналауға мұршасы болмаған. Төтеден келген сырқаты сонау шақта бұқтырманың жағасында ұшына жабысқан ауруы қайталап қозып еді. Тау қозғалды, топан су қаптады деп айғайлап барып сұлап түскен. Бұл Аманның өз-өзі болғалы жер жаңғырта дауыс көтеріп, шыңғырған алғашқыда ақырға жан айғай еді. Әппақ мақта секілді қардың үстіне шалқалай құлаған, мейі бұрынғыша сергек көзі ашық, сонау тегенедей төңкерілген қара көк аспанды көріп жатты. Кім бізгілегені белгісіз шұрық-шұрық тесілген жыртық аспан дәл осы сәтте өз әкесі аспанға құсаған. Ұлым-ау, не болды саған? Осыншалық дәрменсіз бе едің деп үстінен түні үңіліп тұрғандай. Өзеннің жағасында жығылғанда жанары сансыз қан түйіршіктеріне толып жамырап кетіп еді. Қазір олай емес, жаудыр көз жұлдыздар ғана самсайды. Әзірдегі бала қайтадан келіп басымды сүйер деген үміт жылтырады. Амал не? Ешкім қол ұшын бере қойған жоқ. Сәбиін ұйықтатқан анадай мәңгі тыныштық, сол тыныштықтың құрбаны өзі. Бұның жан дауысынан қар көшкінді ақпады. Теңселе қозғалған жарықтық тау да Сайтан көпірден бері өте алмапты. Сайтан көпірдің өтуі үшін қорықпау керек деуші еді әкесі. Аманды мұндай мүшкіл халге ұшыратқан өзінің қорқынышы, сескенбей, аялдамай, ештеңе ойламай салып ұрып өте шыққанда ендігі 6 айды асып, жылқышыларға есен сау жетер еді әлдеқашан. Алғашында Сайтанның салқыны шалды ма деп ойлаған Аманның әуелгі әрекеті бисмиллядан басталды. Әлде өзін өзі сендірген соң ба, әлде сырқатының беті бері қарады ма, әйтеуір ептеп сергігендей ме? Апырау, осы күйімді серейіп қатып қалсам қайтем? Балаларды қойшы, елде бардың ерні қимылдап жетіліп кетер. Екі аяқтан айырылған әкемді тағы да жер жастандырғаным емес пе? Бұған дейін неғып қана есіме келмеген? Адам дегенің не өлген, не болмаса кең дүниенің бір пұшпағында тірі жүрген басқа біреудің өмір болмысын, іс-әрекетін қайталайды екен-ау. Мен жалғыз емеспін. Мен сияқты мыңдаған адам бар. Соның барлығы да бірінің ой мақсатын екіншісі қайталайды. Я қайталайды. Жақсылығын, ерлігін ғана ма, жамандығын мен сатқындығын да. Құдай, екі аяғым үссе екен, тым болмағанда өзген емес әкемнің тағдырын бере көр, бере көр. Адам баласы бақытты Құдайдан жалбарына сұрап ала алмайтын секілді, өлімді де мойнына бұршақ салып, қанша тілегенімен ажалы жетпесе азаптың отына өртеніп, кірпі ғана қимылдап жата бермек. Мұны қазақтар Алланың бұйрығынсыз дәм-тұзың таусылмақ емес деп түсіндіреді. Қалай болғанда да ғажап, аспанда ұшып бара жатқан самолеттен құлап аман қалатын сәттіліктер өмірде өте сирек кездесетін кездейсоқтықтар болып көрінгенімен, ажалсыздықтан құтыла алмай арпалысқан адамдарды сан рет көріп те жүрміз. Дегенмен 40 жыл қырғын болса да тек ажалды өледі деген сөздің бекерден бекер айтылмаған мойындататын уақиғалар болады. Қарғатының әрі шоқтай ыстық әрі мұздай суық құшағында жатқан аман жарық дүниеден ес ақылы ауыспай тұрғанда толық азаттануды бар ділмен көксегенімен әлгі айтқан бұйрығы жетпеген екен. Болымсыз ғана тыныстап, бозамық әлемнің бозөкпе тірлігімен мүлдем қоштасуға қуаты жетпеді. Әл дәрмені құрған, өмірден күдерін үзген, бірақ белгісіз бір күш мұны арғы дүниеге аттандырмай мықтап ұстап тұр. Сана сайрап жатыр. Бала кезінде үлкендердің аузынан көп еститін өлім серікке ұшырамай жан тапсырудан иманды өлім жоғын білсе де, сол әйтеуір бір бармай қоймайтын абзал сапарға аттана алмай шықынған. Рухым осыншалық осал мет деген ой миын салқындатып тұр. Я, оуп деп басын көтерді. Дәл осы сәтте Сайтан көпірдің бергі басында қаздиып тұрған кісісі жоқ екі аяқты әкесінің жер астына көміп тастаған қос сирағын көрді. Өз көзін өз сенбей, жас парлаған жанарын сүртіп қайта қарады. Сол әкесінің аяғы. Өңімбе түсімбе, тұр айналайын. Күркіреген дауыс естілді. Қандай тылсым күш қуат берген тәңірім білер. Аман қолтығынан әлдегім демегендей атып ақ тұрған. Ер соңымнан деді әлгін. Амал жоқ, бір басып, екі басып көпірге жақындады.
Ал әкесінің екі аяғы қозғалақтап барып, Сайтан көпірден дүрс-дүрс басып арғы бетке өтіп барады. Енді еш нәрсенің де қауіп емес екенін күмәні қалмаған Аман зор сенім қарышты қадаммен алға, тек қана алға аяңдады. Дүрс-дүрс, дүрс-дүрс. Жұмыр жердің бетіндегі Сайтан көпірден өтіп, адамның аяғы кетіп барады. Жұмыр жердің төсінде сандаған сирақтар тайдаласып жүр. Бұл жалғанда жүру үшін жаратылғаннан бақытты не бар екен Тәңірім. Ертеңінде Алатай жазығындағы әппақ дарияның бетімен бір-біріне қарама-қарсы қар бұзып қараңдаған екі топ келе жатты. Айқай дүние деген солда, осы ғой, осы. Шыңғыстай, 1980 жыл.